Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге иммунитетті көтеретін, гемоглобинді көтеретін қоспа жасап көрсетемін. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қараңыздар. Үйдегі бар дәндерді алып осылай дайындадым. Асқабақтың дәнегі, жаңғақ, мес, өрік барлығын мясорубканың көмегімен немесе осылай блендердің көмегімен майдалап алатын боламыз. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, торттар, пирожнилар, салат түрлері, булочкалар бар. Кіріп көріңіздер. Барлығын майдалап болғаннан кейін таза балды салып, жақсылап біркелкі қылып барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін банкіге саламыз немесе қолымыздың көмегімен домалақтап тарелкаға сап қоямыз. Біздің иммунитетті гемоглобинді көтеретін қоспамыз дайын. Азанда бір қасықтан жеп, артына жылы су ішесіздер аш қарынға. Осылай күнделікті жеп отырсаңыздар болады. Балаларыңызға да берсеңіздер, нағыз иммунитетті көтеретін табиғи әдіс. Баршаңызға ас болсын.